Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Асан Қайғы бабамыз туралы болмақ. Асан Қайғы Сәбитұлы 14 ғасырдың ақыры, 15 ғасырдың басы, мемлекет қайраткері, ақын, жырау, би, философ, керей мен Жәнібек хандардың ақылшысы болған. Әкесі Сәбит Арал өңірінің Сырдария жағасын мекен еткен деп жазылған Қазақстан ұлттық энциклопедиясында. Ал Арал өңірінің төл перзенті ақын Зейнолла Шүкіров өзінің «Сыр бойы» романында ел арасындағы аңыз әңгіме желісі бойынша Сартай батыр Асан Қайғының 6-шы ұрпағы, бабасы Қосқұлақ би Сауранды билеп, Ақназар ханның сенімді сардарларының бірі болса керек, өз әкесі Байжан би Хиуа ханының төбе биі болыпты деп жазады. Сонымен қатар, осы романда Асан Қайғы Шерғұтты қарға бойлы Қазтуған Шораханға сәлем бере келіп, хан Төрткүлдің басында кеңес құрады. Төрт хан бәтуаны бір жерге қоя алмай тарасады. Қазтуған ізіне ерген жұртты бастап, Хорезм жұртына қарай жөн тартады. Шерғұтты ескі қонысы Ақжайыққа көшеді деп жазған. Ақын Зейнолла Шүкіровтің романында келтірілген бұл деректер мұрағаттық деректермен нақтыланбаған. Дегенмен, жазба әдебиетінің өзі ауыз әдебиетінің негізінде дамыды емес пе? Зейнолла Шүкіров Арал өңіріндегі көнекөз қариялардан естігенін жазған. Арал өңірінен шыққан өзге жазушылар да Асан Қайғы туралы ешқандай мағлұмат жоқ. Ақынның бұл аңызды әрі қарай дамытып жазуға, мұрағаттық деректермен салыстыруға денсаулығы жарамағанын әдебиет сүйер қауымның білетініне шүбәм жоқ. Зейнолла Шүкіров жазған осы Асан Қайғы туралы аңыздың бірнеше нұсқасы Арал өңірінде сақталған. Соның куәсіндей, жоғарыда келтірілген жер аттары да әлі күнге солай аталады. Мен өзім 1000 бала жасағын бастаған қолбасшы 15 жасар Сартай батыр туралы ізденіп, жазып жүргеніме көп болды. Сартай батыр, оның арғы атасы Асан Қайғы туралы 9 жасымда ауыл ақсақалы Орынбеттен естіп, кейін әкем Кеңес бұл әңгімелерді қайталап айтып, құлағымда өшпестей етіп қалдырды. Осы күні Сартай батыр туралы аңызға айналған әңгімелерді мұрағаттық жазба деректермен салыстырғанда, сол айтылған аңыз әңгімелердің шындық екеніне көзім жетті. Естіген құлақта жазық жоқ дейді емес пе? Олай болса, ауыл ақсақалының Асан Қайғы туралы айтқандарын оқырман қауымға жазып жеткізуді жөн көрдім. Ол үшін мені ешкім сөкпес деп ойлаймын. Ескі әңгіме желісі бойынша әкесі Әлімге 1000 ақ боз үй тіктіріп, барша қазаққа ас беретін баласы Жаманақ көрінеді. Жаманақ атамыз малына салған икіс, яғни қос шек таңбасына байланысты шекті аталып, одан тараған ұрпақтар да сол таңба атымен елге танылған деп айтылып та жазылып та жүр. Жаманақтан шекті Шыңғыс, Өріс, Баубек тарайды. Жаманақтың үлкені Шыңғыс тумысынан зерек, алғыр, бойына қасиет дарыған және соған сәйкес өте бай болған көрінеді. Қызылқұмды қысқы қонысы етіп, жаз жайлауға Қарақұм арқылы Ырғыз, Торғай, Ор, Түмен, Орынборға қарай көшеді екен. Шыңғыс өзінің өлетінін күн ілгері біліп, алдын ала елді жидырып садақа береді. Садақа соңы күрес, көкпар тарту ат бәйгесіне жалғасып, ұлан-асыр тойға ұласады. Той аяқталысымен Шыңғыс ел жақсыларын өзінің ақ боз үйіне жинап, әкеден өзіне мирас болып қалған дүние-мүлікті 4 түлік малды бөледі. Бабаңның көзі еді деп Жаманақтан қалған қоңыраулы қара қобызды, көн садақты қорамсағымен ақ бураның үстіндегі қоржынның екі басына салдырып, 4 түлік малдан еншісін бөліп, жақайымнан туған 16 жасар немересі Қорасанға береді. Сөйлер сөзге шешен, құралайды көзге атар мерген түбі осыдан шығады деген екен. Өзі киген ақ сауыты мен найзасын, шоқпарын, Ақшулан атты тұлпарымен қоса ортаншы немересі Бөлекке Шыңғыстың тауып алған баласы Қалудан туған, беріп, айтқанынан қайтпайтын өжет, шеніне жау жолатпас батыр болады деген екен. Өзі мінген Ақмоншақ атты тұлпарын, беліне таққан қанжары мен қылышын 4 жастағы кіші немересі Тоғанға беріп, қиқу шықса намысы қозатын, ерегіскен дұшпанға есесін жібермейтін ер болады деп көрегендік танытқан. Қалған малды інілері Өріс пен Баубекке, баласы Жақайымға тең бөліп береді. Садақаға қатысқан өзінің замандастарына, ағайындарына, туыс жекжаттарына ат мінгізіп, шапан жауып, барлығының көңілін тапқан екен дейді.
осыдан кейін көп ұзамай Шыңғыс ерте дүние салады да шаңырақта қалған Жақайым аға баласы атанады. Ел-жұрт Шыңғыс атамыздың көріпкелдігіне тәнті болып, қарапайым адамдық, азаматтық істеріне ризалық танытып, шынымен пейілі бай адам екен деп, кейінгілер Шыңғысты Шынбай, ол бара-бара Шымбай атандырыпты. Қызылқұмдағы Шыңғыс жайлаған қоныс Шымбай аталып, кейіннен қала болыпты деседі. Баласы Жақайымды да көнекөз қарттар түсінде Қыдыр бабаны 3 рет көріп батасын алған деп айтып отыратын. Жақайымның бәйбішесінен Қорасан, Асан қайғы, Ақбура, Қызылқұмда туған көрінеді. Азан шақырып атын Қорасан қойғанымен, кейін Асан, Ақбура атануына оның жеңгелері мен шешелері себепкер болған көрінеді. Қорасан аты әулиенің аты болғандықтан, оның атын дәл атамай, қазақ халқының менталитетіне сәйкес Асан деп, кейін атасының Ақбура сыйлағанын ескеріп, Ақбура атауы да әбден мүмкін. Ел аузында, батырлар жырында Қорасан әулиеге сыйынғанда айтылатын өлең жолдары бар. Халықтың бұл әулиеге сенім нанымы әлі күшін жоймаған. Мысалы, Қобыланды батыр жырында әулие қоймай қыдырып, етегін шеңгел сыдырып, жеті пірге танысқан, әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі дейді. Ал екінші әйелінен туған Тоған Тоқбай көлінің жағасында туылған дейді. Ол кезде Тоқбай Шұқыркөл, Сарыкөл, Жарықкөл, Сарыой, Өзекқақ, Қотанкөл, Үлкен Сарыой Арал теңізіне, не болмаса Қамыстыбас көліне қосылмай, әрқайсысы жеке дара табиғи тоған болып тұрған деседі. Кейін Тоқбайдан басқасы тартылып, кеуіп қалған көрінеді. Жақайым атамыздың 3-ші әйелінен тараған кейінгі балалары Ағыс, Көгіс, Ақжайық, Еділ өзендерінің бойында туылса керек. Себебі сол уақыттарда ақсақ темір жойқын шабуылдар жасап, бар елді жаулап алып жатқанынан сескенген Жақайымбай елін орынбор асырып, Қазан маңын жайлаған көрінеді. Жақайым атамыздың моласына қойылған құлпытасы Орынбор қаласынан 70 шақырым арада жатқанын көрген ақсақалдар айтып отыратын. Шыңғыс атамыздың аузының дуалығы сонда, немерелеріне көрегенділік танытып берген баталық сөзі, дүние мүлкі мен малының көзі, Ақбура, Қарақобыз, Көн Садақ 8 ұрпағына, кешегі Сартай батырға дейін жеткен. Ақ Моншақ аттың тұқымы, Ақ Құнан Толпар, Қанжар мен Қайқы Қылыш Жылқайдар батырға дейін жеткен. Ақшулан аттың тұқымы, Ақтабан Тұлпар, Ақсауыт, Ақнайза мен Қарашоқпар Бақтыбай батырға дейін жетті деп айтып отыратын Орынбет ақсақал. Енді осы айтқандарын жазба деректерімен салыстырып көрейін. Тынышбаев, Қырғыз-қазақ халқы тарихының материалдары, Ташкент 1925 жылы еңбегінде төмендегідей деректер келтірген. Қытайдың мұрағаттық мәліметтерінде 7 ғасырда Шу өзенінің батыс бетінде Чумин, Чумунгун тайпалары өмір сүрген. 654 жылы қытайлықтар чумунгундарға шабуыл жасап, астанасын қиратып, 30 мыңға жоқ чумунгандарды өлтіріп, құлақтарын кесіп алғанын жазады. 742-744 жылдары ұйғырлар мен карлуктардың біріккен күшінен жеңіліс тапқан чумунгундар батысқа қашқан. Махмуд Қашғари 1073 жылы жазған түркі тілі сөздігі Дуани Лұғат-и-түрік пен Шу алқабындағы Баласұғын қаласының тұрғыны Юсуф Хас Хаджиб 1069 жылы Құтты білік, Құдағи білік кітаптарында Шу өзенінің жағалауында сол уақыттарда Чеклы тайпасының өмір сүргенінен хабар береді. Қаракесек тайпасы әлімілі шөмекей, кете, ежелгі ұраны дөйт. Әлімнің бір тармағы шекті немесе шеклі болып танылады. Қашқардың оңтүстік батысы мен Алай тауының шығыс бөлігінде осы күні қара қырғыздардың Қаракесек пен дөйт рулары ежелден бірге тұрып жатырғанын, туыстықтарының барын жазған. Сонымен қатар Қаракесек пен дөйт рулары кіші жүз қазақтарында да бірде кездесетінін, бұл ру аттарының екі жақта да бір-бірімен тығыз байланысты екені жазылған. 742-744 жылдары ұйғыр мен карлуктардың шабуылынан қаракесектердің әлім, шөмен, кете екіге бөлініп, бір бөлігі Қашғарияда қалса, екінші бөлігі Сырдария өзенінің төменгі сағасын, Арал теңізінің шығыс бетін мекендегені жазылған.
Бұдан қаракесек пен шекті атауының 6 ғасырдан бері белгілі болғанын, 7 ғасырдың 50 жылдары Сырдың төменгі сағасын, Арал теңізінің шығыс бетін жайлағанын хабардар боламыз. Залесский «Қазақ сахарасына саяхат», Алматы 1991 жылғы еңбегінде Батыр Шора туралы аңызда Қазан шаһарының маңында Қара, Тама және Жақай есімді 3 батырдың өмір кешкені туралы жазады. Бұндағы Жақайы Жақайым бай екені дау тудырмасы керек. Бұл аңыз болғанымен, Жақайым атамыздың атының жазба деректе ұшырасқаны Қазан маңын мекен еткеніне дәлел болатын құжат. Ұлы жүз руларында қаракесек шекті рулары кездеспейді, ал орта жүзде бар. Орта жүздің тоқал арғыны жоғарғы шекті және төменгі шекті болып екіге бөлінеді. Тынышбаев өзінің жоғарыдағы еңбегінде бұл атаулардың да таңбадан шыққанын жазған. Арғындардың негізгі таңбасы ОО, көз таңба, ал жоғарғы шекті арғын таңбасы ОО. Былай белгіленген. Төменгі шекті арғын осыған керісінше, яғни О ағылшынша Q болып белгіленген. Орта жүз шежірелері Қотан Тайшыдан Дайырқожа, Ақжол би, одан Мейрам Софы туады деп таратады. Осы Мейрам Софының 3 әйелінен 3-еуі де кіші жүз руларының қыздары, 5 бала тарайды. Бірінші, Алшын Құдысбайдың қызы Нұрпаядан қуандық сүйіндік туады. Екінші, Нұрпаяның жеңгесі жаугершілік болып кейін қайталмай қалғасын Нұрпая жеңгесін Мейрам Софыға өзі қосып, одан бегендік, шегендік туылады. Үшінші, Нұрпаяға қызметші болып еріп келген Қаракесек руының қызы Қарқабаттан Болатқожа туылады. Міне осы Болатқожаны арғын елі Қаракесек деп атайды. Шәкәрім Құдайбердіұлы түрік қырғыз қазақ һәм қандар шежіресі Алматы 1991 жылғы еңбегінде кіші жүз ішінде біздің тоқал арғын деп аталатын саржетім шақшақтың нәсілі бар екені анық. Бірақ кіші жүз аталықтарының ішінде анық аты ұқсағаны жоқ. Олай болса, шекті дегені шақшақ бола ма деп ойлаймын, яки арғын болған соң қоспаған ба деп жазады. Жоғарыдағы келтірілген деректерге ой жүгіртер болсақ, Қаракесек шекті атаулары кіші жүзде орта жүздегіден әлдеқайда ерте пайда болғанын пайымдаймыз. Ал кіші жүздегі қыр шектілерінде 3 кірме ру бар. Олар Уақ, Ноғай, Қырғыз. Бұлар өздерін қабақпыз, қыр шектіміз дейді. Уақ Қарқаралы жақтан көшіп келгендер. Ноғай Қазақай деген кісі келіп, содан өсіп өнген ұрпақ. Қырғыз бұлар да көшіп келгендер деп жазады Дәуренбекұлы Құттыбайұлы Алты ата әлім, Алматы 1992 жылғы еңбегінде. Осыған қарағанда Шәкәрім Құдайбердіұлы қыр шектілеріндегі уақты меңзеген болар деп ойлаймын. Кіші жүз шектілерінің орта жүзге ешқандай қатысы жоқтығы даусыз мәселе. Әнес Сарай Мырза Ноғайлының рухани өмірі атты еңбегінде Шынбай, Жамбай, Кеңегес деген аталар жоқ. Бұл Қарақалпақ рулары. Қарақалпақтың атақты шайыры Бердақ өзінің өлеңмен жазып қалдырған шежіресінде Мүйтен, Қоңырат, Қытай, Қыпшақ, Кеңегес, Маңғыт, Ақпышақ бәрі 6 үрму Қарақалпақ үргенішті жайлаған екен деп жазған. Табысқан Қанатов Тәуелеби тарихынан Тәм-сум сұр Нөкіс 1993 жылғы кітабында осындағы 12 баулы Қыпшақ арысынан бөлінетін Құба Қыпшақты Құрама, Қотыр, Жамбай, Шымбай, Жабайлы, Жағалбайлы, Өтеқайлы, Айыушы, Ойрат, Қыслық деп 9 атаға бөледі. Әнес Сарай Мырзаның Жамбай, Шымбай шекті аталықтары дегендері осы Қарақалпақтардың Құба Қыпшағынан шығып тұр. Ал Кеңегес аталығын 14 руға бөледі. Олар Қарғалы, Абақлы, Тарақлы, Қайырсалы, Ақтоғын, Араншы, Өмир, Мынжыр, Назар, Добал, Шонтыбай, Алшын, Үйшін, Керей. Бұлардың барлығы шектіге 3 қайнаса сорпасы қосылмайды, яғни Қарақалпақтар. Әнес Сарай Мырза жоғарыдағы еңбегінде Асан Қайғы мен Абаттың не себепті мырза атанғанын, бұл жерде оның жомарттығын меңзеген бе, әлде мырза тектік лауазымы ма деп тоқтала кетіп, және едігеге туыстығы жоқ деп жазған. Біріншіден, Асан Қайғы мен Абаттың мырза аталуына келетін болсақ, әкелі балалы екеу тумысынан жомарт, қолда бар малды елдің болашағына аямай жұмсаған. Талай жаугершілікті бастан өткізіп, кейін кедейлікке ұшыраса да туа бітті қасиетінен жаңылмаған көрінеді.
Екіншіден, Шыңғыс орта жүзге құда түсіп, Зеріп деген қызды тауып алған баласы Қалуға алып береді. Қалудың өмірі қысқа болып, өлер алдында өзінің тегін Шыңғысқа былай баяндайды. Ол өзін Ноғайлының атақты би батыры Едігенің 4-ші ұрпағы Мұсаханның бәйбішесінен туған Сидақтың баласы екенін жасырмай айтады. Өзінің шығу тарихын толық баяндап, әйелі Зеріптің екіқабат екенін, ұл туса атын бөлек қоюды Шыңғысқа аманаттапты. Үсенбаев, Алшын шежіресі, Қызылорда, 2003 жылғы баспадан. Шыңғыс Қалудың жылы өткен соң келіні Зеріпті қайнысы өріске қосады. Ал немересі Бөлекті Жақайымнан туған немерелермен бірдей көріп өсіріп, өз қолынан еншісін береді. Сонда Асан Қайғы, Қорасан Ақбура мен Бөлектің шығу тегі былай таралады. Жаманақ шекті Шыңғыс, Жақайым, Қорасан, Асан Қайғы, Ақбура. Абат бәйбішеден кіші әйелінен үлкен Асан туған. Едіге Нұрадин, Ғаббас, Мұса, Сидақ, Шыңғыс. Қалу, Бөлек бәйбішесінен Айт, Бұжыр, Тоқалынан Ақмалай, Олжабай, Шағатай, Бұғыбай, Жаңабай. Кейін Шыңғыс, Өріс, Баубектен тарағандар сыр шектісі, ал Бөлектен тарағандар қыр шектісі деп тұратын жеріне қарай бөлініп айтылатын болған. Осы аталық шежірені назарға алатын болсақ, Асан Қайғы, Қорасан Ақбура мен Абаттың ең ет жақын туысы Бөлек болады. Сондықтан білмейтін былайғы жұрт бұларды да Едігенің ұрпағы деуі мүмкін. Мырза атануының екінші себебі осы болса керек. Асан Қайғы Керей мен Жәнібек хандарға ақылшы болған күннен бастап, ордасын қазақ даласына қарай көшіруге, жеке дара мемлекет болуға уағыздайды. Жайық бойындағы сапырылысқан өзге ұлттардан қазақты бөлектеуді көздейді. Бастапқыда Жәнібек хан қазақ хандығының ордасын көшіруге келісіп жер таңдауды Асан Қайғыға жүктейді. Асан Қайғы өзінің орнына төбе би қылып Абатты бекітуді өтініп, өзі ұзақ сапарға жер көруге аттанады. Кетерінде Абатқа хан тарапынан болған сынға лайықты болуды, егер ханмен арасы жақын сыйластықта алыс-беріс болатындай болса, әлім балаларына ойыл, жем, ырғыз бойын сұрауды тапсырады. Бұл жерлердің мал жанға қолайлы екенін өлеңмен айтып суреттейді. Бізге жеткен аңыз бойынша Асан Қайғының жер көру сапары 7-8 жылға созылады. Асан Қайғы кеткесін Жәнібек хан Абатты шеттетіп, елді өзі жеке билемек болып сылтау іздестіре бастайды. Бұған ақыл-парасаты мол Абат тарапынан оған ешқандай мін табыла қоймайды. Абат өзіне қарасты елге айтқанын жүргізіп отыра береді. Сонда Жәнібек хан Абатты 5 рет сыннан өткізген көрінеді. Жәнібек хан саятшылық құрып, құс салса, құсын жабайы бір қыран келіп қуып тастайды екен. Жәнібек: сені құралайды көзге атқан мерген дейді. Мерген болсаң осы жабайы қыранды атып түсір деп бұйырады. Абат атады. Оғы жабайы құсты жарақаттамай, құйрығын екіге айырып, қауырсын бұрқыратып өтеді. Жабайы қыран шорт бұрылып, көзден ғайып болады. Жәнібек хан мергендігіне тәнті болады. Сонда Абат: ен салдым, аршыл құс болса енді қайтып келмес, арсыз болса қайта келер. Сонда ат деген жеріңнен атармын деп ханды нөкерлерінің алдында бір тұқыртады. Жәнібек хан Абаттың мергендігін бір сынаса, сонымен қатар сөзге де мергендігін байқаған екен. Тағы бірде аузында жалғыз ғана тісі қалған құлды Абат жоқта әйелінің қойнына кіріп жатып ал, ұрып соқса да кетпе деп жұмсайды. Құл да аңдып отырып, Абат ордадан шыққан кезде әйелінің қойнына кіріп жата қалады. Тәтті ұйқының құшағына берілген әйел бұл оқиғадан қаперсіз жата береді. Ханның нөкерлері болса Абатты әр нәрсені сылтауратып, таң бозар батқанға дейін ордаға кідіртеді. Таң атқасын ештеңеден хабары жоқ Абат отауына кірсе, құлдың өз әйелін құшақтап жатқан үстінен түседі де қайта шығып кетеді. Бұны көрген хан нөкерлері Абатты қайрап, құл мен қатынның басын шабуға үгіттейді. Сонда Абат бұл оқиғаның да тегін еместігін сезіп, жігіттер, кең болсаң кем болмайсың депті де жылқысын қарауға кетеді. Енді Абаттың мырзалығына, жомарттығына көз жеткізгісі келген хан өзінің 7 жігітін аңға шығуға дайындалып жатқан батырға жұмсайды. Абат батыр әдеттегі дағдысымен қойдың төстігін үйітіп, енді жемек болғанда ханның 7 нөкері сау етіп жетіп келеді. Сонда Абат келгендерге: таңғас Тәңірден деген бұйырған дәмнен ауыз тиіңдер деп, төстікті қанжарымен 8-ге бөліп берген көрінеді. Ең соңында батырлығын сынамақ ниетпен хан Абатты ел жұртқа қиянаты өтіп жүрген қалмақтардан есе қайтаруға жұмсайды. Абат батыр ханның бұл тапсырмасын бұлжытпай орындап, ханның көңілінен шыққан екен дейді.
Абаттың мергендігін, сөзге шешендігін, ашуға берілмейтін кеңдігін, дүниеге көңілі тарылмайтын жомарттығын және батырлығын сыннан өткізіп көңілі толған Жәнібек хан оң тізесінен орын беріп, қадірменді би деп танып, не тілегің бар деп сұрайды. Сонда Абат әкесінің айтуы бойынша ойыл ырғыз жем бойын әлім аталығына сұрайды. Жәнібек хан сөзге келместен Абаттың тілегін орындайды. Сол уақыттан бастап ойылды Байсарының ұрпағы кетелер, жемді әлімнің ұрпағы ырғыз бойынан шөмекейлер жайлапты. Кіші жүз руларының үлкені Қаракесек, одан тарайтын алты ата әлімнің жолы үлкендігі кейінгілерге дәстүрлі түрде жалғасқан. Бұған ел ішінде әлім алдында аузыңды тый деген аталы сөзі қалыпты. Сондай-ақ Мұрат Мөңкеұлының алаш болғалы, алаш атқа мінгелі, алаш шұбар тубайлап, алашқа ұран бергелі, әлім еді ағасы деген жолдары бұл сөзімізге құз. Сонымен қатар Шернияз ақынның қыстауымды сұрасаң, торы атбасы шідерті, жайлауымды сұрасаң, адыр-бұдыр арасы, жем сағыздың сағасы, руымды сұрасаң, 12 ата байұлының ағасы, әкемнің аты Жарылғас, өзімнің атым Шернияз, аты жөнімді айтпасам түсірмейтін ғой, мынау Мақаш әкім шамасы деп таныстырған өлеңі мысал бола алады. Осы таныстыру өлеңі арқылы ақын жем сағыздың сағасы ежелден әлімнің ата қонысы екенін айтып кеткен емес пе? Бізге жеткен аңыз әңгіме бойынша 1490-1495 жылдардың аралығында Бесқопа аңғарында ат суаруға барған Абат батырды ат матымен жайын балық жұтады. Бүкіл аймақ халқының қатысуымен тез арада Абат батырға кесене тұрғызылады. Ойда жоқта опат болған Абат батырдың жылы өткесін 16 ғасырдың басында бұрындық ханның озбырлығына шыдамаған Асан қайғы, Шерғұтты, Қотан, Тайшы, Шора батыр бастаған қазақ билері ізіне ерген ел-жұртты бастап үдере көшіп, Арал теңізінің жағалауына келеді. Осы күнгі 89-шы разъездің батыс бетіндегі екі төбенің біріне өзіне ерген жұртымен Шора батыр түседі. Қазірге дейін сол 89-шы разъездің Шорахан аталуы содан көрінеді. Сол төбенің батыс бетіндегі 4 көлдің бірін Шораның елі жайлайды. Ал қалған 3 көлге Арғын елін бастап Қотан, Тайшы, Шекті елін бастап Асан қайғы, яғни Қорасан Ақбура және Байұлын бастап келген Шерғұтты келіп түседі. Шора батырды халық хан деп атағанмен ол кісі хан болмаған, бірақ батырлығын, халқына қамқорлығын ел қатты құрметтеген дейді. Шора батыр түскен төбенің жанындағы екінші төбе қазіргі уақытта хан Төрткүл деп аталады. Бұл төбенің бұлай аталуының себебі елді бастап келген Шора, Қотан, Тайшы, Асан қайғы және Шерғұтты осы төбенің басына шатыр тіктіріп, қазақ халқының келешегі туралы қайтсек ел боламыз деген мақсатта ақылдасады екен. Өздері орталарынан хан сайламақ ниеттері де болады. Әйткенмен 4 би бәтуаны бір жерге қоя алмай тарқасады. Бұл шамамен 1502-1503 жылдар болса керек. Шора батыр ізіне ерген жұртымен Ақжайық бойына, Шерғұтты Астраханға кейін қайтады. Асан қайғы болса теңіз бойындағы қамыстың маса-сонасы малға жайсыз екендігін білгеннен кейін жаз ортасында ізіне ерген жұртымен Ырғыз даласы арқылы Ұлытаудың солтүстігіне келеді. Ал Арғынаты тауына Қотан Тайшы, яғни орта жүз жайғасады. Арқаны бір-екі қыстап суығына төзбеген Қорасан ата Асан қайғы Ақбура елін бастап Қаратауға қайта келеді. Қаратаудың терістігіндегі Айыртау жайлауы үшін болған ұрыста Қорасан атамыздың тоқалынан туған Асан 23 жасында қайтыс болады. Ұрыста жеңіліс тапқан Шекті қолынан шегініп, сырдың бойына, қазіргі Шиелі елді мекеніне Асанның мүрдесін әкеліп жерлейді. Басына кесене тұрғызады. Асан қайғы атамыз өзінен туған балаларының жаудан опат болғанына қайғырып, соңғы алданышы Асанның да мерт болған қайғысын көтере алмай, бар медеті қара қобыздан күйін төгіп, арқа жеріне келеді. Өзі өлсе халқы арулап қоятынына сенгенімен, топырақ салар ұлдың болмағаны өзегін өртейді. Асанның әйелінің ішінде қалған баланың қашан азамат болып ат жалына мінетініне көңілі сенбей, оның үстіне қазақ елінің келешегін толық болжай алмай, халқының бақытсыздығын ойлап, күннен күнге қайғысы күшейіп өмірден түңіледі. Өмірінің ақырғы күндері Ұлытаудың солтүстігінде өтеді. Өлген соң өзінің аманаты бойынша сүйегі Ұлытауға жерленеді.
Айтушылардың сөзіне қарағанда, Қорасан атамыздың Асан қайғы аталуына өмірінің ақырғы күндері қайғыдан бас көтере алмай, өле-өлгенше Асаным деп зарлап өткені де себеп болса керек. Айтқандай-ақ үлкен Асанның әйелі ұл туып, оның аманаты бойынша атын Асан қояды. Осы кіші Асан ержетіп, 13-14 жасында елден жасақ жиып, әкесінің кегін алмақ болып, Қаратау маңындағы ойраттарға жорық ұйымдастырады. Бірақ өмірі ат үстінде соғыспен өткен, әбден соғыстан қажыған ер-тоған кіші Асанды қолдамай, Асан қайғыдан кейінгі елдің үлкені болғандықтан, ел-жұртты бастап сырдың төменгі сағасына көшіп кетіп қалады. Кіші Асанның маңында қалғандар ер-тоғанның бұл ісіне өкпелейді. Өзінің балалары аман болғасын көңілі тоқ, қалғаны не қылсын деп, оны Шалбора Тоқбора атандырады. Кіші Асан болса, ер-тоғанға ермей жаумен соғысуды тоқтатпайды. Өзінің күші жетпеген жерде қырғыз манабы Отарбай батырмен одақтасып соғысады. Қазіргі ғылым бойынша әрбір аталықтың өмір сүру деңгейін шартты түрде 30 жыл деп белгілеп, бір ғасырда 3 ата, әке, бала өмір сүреді деп есептеп жүр. Мысалы, мен бұл ұғыммен келісе алмаймын. Оған келтірер дәлелім, ол замандарындағы аталарымыздың бір емес бірнеше некелері болған. Кейінгі тоқалдарынан туған балаларының өздері немере шөберелерімен қатар өскен. Олардың өмірге бала әкелдіру қабілеттеріне ауа тазалығы, ішкен тағамдарының табиғи әрі нәрлі қуаттылығының да әсері болса керек. Сондай-ақ ауырып сырқаса қазіргідей дәрілік препараттарға емес, халықтық емдерге жүгінген. Осылардың өзі жасы ұлғайғанына қарамастан бала сүю қабілеттеріне оң әсерін берген. Дей тұрсақ та, қазірдің өзінде жастар 70-ке келсе де, өмірге перзент әкелдіріп отырған ағаларымыз да бар емес пе? Демек, аталықты бұлай есептеп шығару біздің халыққа тән емес. Осыған байланысты Қорасан атамыздың шығу тегі Орынбет ақсақалдың айтуымен және ақын жазушы Шүкіровтың жазып қалдырған дерегі бойынша былай таратылады. Жаманақ шекті, Шыңғыс Шынбай, Шымбай, Жақайым, Жақай батыр, Жақайымбай. Жақайымнан Қорасан, Асан қайғы Ақбора шамамен 1405 жылы туылып, 1515 жылы қайтыс болған. Ұлытауға жерленген. Қорасанның үлкен әйелінен Абат шамамен 1450 жылы туылып, 1490 жылдары қайтыс болған. Кіші әйелінен Асан, үлкен Асан шамамен 1485 жылы туылған. Шежіре бойынша Қаратаудағы Айыртау үшін болған ұрыста 23 жасында қайтыс болады. Сүйегі Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы Оқшат әулиенің қорымына жерленген. Үлкен Асаннан кіші Асан шамамен 1508 жылы туылған. Қырғыз Отарбай батыр Күнбибіні баласы Марқаданмен алып кетуге келгенде, кіші Асан тоқалымен бөлек ауыл болып отырған. Қосқұлақ сол кезде еңбектеп жүр екен дейді айтушылар. Кіші Асаннан Қосқұлақ, кіші Асанның тоқалынан шамамен 1575-1580 жылдары туылған. Көп жыл Ташкент, Хиуа, Бұқара жағында тұрып би болған. Елге келгесін тағы екі ұлды болған. Байжан, Мерген. Қосқұлақтан Байжан би шамамен 1640-50 жылдар туылған. 1736 жылы Джон Кестл Байжанды башқұрттардан босатқанда шал екенін жазған. Байжан биден Сартай батыр Байжан бидің екінші әйелінен 1711 жылы туылып, ұзақ өмір сүріп, 1817 жылдың қақаңқысында желтоқсан айында қайтыс болған деседі. Кезінде Әнес Сарай мырза Ежелгі адайлар атты тақырыппен қазақ елінің шежіресі туралы жазған мақаласында енді осы Қосқұлақ бидің кім екенін анықтау қалды. Адай Қосқұлақ па, жоқ әлім Балқы Қосқұлақ па деп өзіне және оқырманға сауал тастай жазған. Осы мақалаға орай сол кезде мен де Әнес Сарай мырзаға Қазақстан әйелдері журналы редакциясы арқылы бұл мүмкін әлім Асан Жақайым Қосқұлақ би болар деп өз пікірімді білдіргенмін. Бірақ өкінішке орай менің білдірген пікірім жауапсыз қалды. Қазақстан әйелдері журналы редакциясы да жарияламады. Біздің қазақтың тарихы өте күрделі деп ойлаймын. Себебі жүзге ру-руға бөліну біздің қазақ халқында, оның бер жағында ықылым замандардан бері қарай 300 бір-бірімен араласып туыс жекжат болған. Сондықтан тарихта орны бар тұлғалар туралы жазғанда қалың оқырманның атсалысқаны, білгенімен ой бөліскені жөн болар. Енді сол кезде білдірген пікірімді айта кетсем, тарихта 3 Қосқұлақ би болған. Оның бірі әлім Асан Жақайым Қосқұлақ би. Жақайым Қосқұлақ бидің Бұқарада, Ташкентте би болғаны, өзбек ақсүйектерінен қыз алып күйеу болғаны туралы дерек ауызша әңгімеде айтылып, қазіргі шежірелерде жазылып та жүр. Сондықтан бұл мәселеде терең зерттеуді қажет етеді. Қосқұлақтың баласы Байжан би де уақытысында Хиуаның төбе биі болған.
сөзімнің соңында әнес сарай мырзаның асан қайғы атамызды құрбанғали қалидұғұлының қошан әкәмі айтқан 4 жыл өлеңін келтіре отырып, соған қарағанда ноғай болар деген пікірмен келісе алмайтын ойымды білдіргім келеді. Соловьев, Ресей тарихы 11 кітап, 6 том өзінің еңбегінде 1555 жылы әнші Исмайыл өзінің бауыры Жүсіпті өлтіргеннен кейін ноғайлардың бір бөлігі қырғыздарға, яғни қазақтарға кеткенін жазған. Ал 1600 жылдардың шамасында Орманбет би өлген соң ноғайлардың елеулі бөлігінің қазақтарға қосылғанын баяндаған. Егер Асан қайғы ноғай болса, жалғыз үй ноғай қалың ноғайдан бөлініп, қазақ халқының тағдырын ойлап, 7-8 жыл желмаяға мініп жер аралап не үшін бас ауыртып жүр? 1500 жылдары Асан қайғы елді батыстан оңтүстікке қарай өзге қазақ билерімен бірігіп көшірген заманда ноғай ордасы дін аман, ешқандай бүліншілік болмаған. Олай болса, хан ордасына лайықты жер іздеп, қазақ халқының тағдырына бей-жай қарамай, жеке мемлекет болуды аңсауының өзі атамыздың ханының қазақ екендігіне дәлел емес пе? Жазба авторы Кеңесов, Приозерск қаласы мемлекеттік мұрағатының директоры. Егемен Қазақстан баспасынан алынды.